Осыдан 2 күн алдын үйде жиын өткен болады. Сол күннен бері үйдің барлығын жинап жүрмін. Бірақ жиында апам, жеңгем және де өзімнің бауырларым келіп көмектесті. Барлық нәрсені жуып шайып, жинап, үйдің барлығын реттеп кеткен болатын. Соның өзіне білесіздер ғой, үйдің жұмысы мүлдем бітпейді. Сол күнделікті жұмыстар ғой біздікі. Менің таңғалатыным, кейбір қыздардан естіп қаламын, біздің жеңгелеріміз, әпкелеріміз мүлдем бізге көмектеспейді дейді. Жиын болса, той томалақ болса үйге келеді, бірақ бізге мүлдем көмектеспейді. Мейлі біз келін шығармыз, бірақ олар да біздің үйдің келіні ғой, неге көмектеспейді деп таңғаламын деп жатқан қыздар өте көп. Қыздар негізінде әркімнің өзінің ой санасында болады. Ол біреуге көмектесу, біреуге жұмыс жасау деген сияқты. Ол мейлі тәрбиеге де байланысты деп айтуға болады. Мысалы, мен кеше айтқан болатынмын, 2 қызымды қатты жұмсаймын деп. Сөйтсе қыздардың айтқаны ол мүлдем дұрыс емес. Сонда сізді қызыңызды келіндікке тәрбиелеп жатсыз ба? Сонда біреудің үйіне барып жұмыс жасау керек па дейді. Не қараңыздар, сондай сөздің өзінен ұғуға болады. Біреудің үйіне барып жұмыс жасау, көмектесу деген нәрсе мүлдем жоқ екен. Мендегі Instagram, TikTok'тағы оқырмандарым екіге бөлініп жатыр. Instagram'дағы үлкен апаларымыз өте дұрыс жасайсың қызым, қазірден бастап үйрет дегендер. Апалардың сөзін оқыған кезде кәдімгідей қуанып қаласың ғой. Ал TikTok'та қыз құл емес, ол келіннің жұмыстарын барлығын үйренуге міндетті емес деп жатыр. Ал қыздар, сіздердің ойларыңыз қандай? Instagram немесе TikTok? Қазіргі бала шағаны білесіздер ғой, мүлдем жұмыс жасамайды. Тек қана телефон, оның орнына үйдің шаруасына көмектескен дұрыс.